Рүстем братан, постер жібердім. Давай енді барынша реклама маркетингке кіріс. Я, Ежан, қазір сон кірісіп жатырмын. Жан жаққа шығып жатырмын, звондаймын. Болмаса жазамын деген сияқты. Хабарын берем ғой. Так. Халыққа жақын кім бар еді, а? Тұрсынбек ағам бар ғой, не істеп отырмын мен, так. Былай жасап берейінші. Так. О. Рүстем, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Мен кино туралы білмеймін ғой мен. Мен қазақтар туралы сұрасай, қазақтар қандай болды деп. Әкелеріміз қандай болды? Соны сұра. Болмаса түрме туралы сұра. Жақсы, давай. Жарайды, братан. Аха, жарайды. Рахмет. Так. Так, киносымен жарып жүрген кім бар еді, я? Хатеп Қайрекен бар ғой, так. Қайреке. О. Сен маған керексің. Осы бір ғана сөз адамның бойына қанат бітіріп, өмірге деген құштарлығыңды ашып, жаныңа шабыт сыйлайды. Қандай керемет сөз. Шынында да нағыз бақыт, өзіңді адамдарға шынайы керектігіңді сезініп жүру, біліп жүру. Осы сөз арқылы қаншама қуаныш, махаббат, қарым-қатынас, ыстық сезім болады емес пе? Сен маған керексің. Бұл сөздерді алып тастасаң, өмірдің оншалықты бір мәні жоқ сияқты. Адам адамға керек. Сен маған керексің фильмі дайын болып қалды. Құдай, маған осы киноның шығуына көмектесетін бір адамды жібере көрші. Өтінем. Әділет? Рүстем, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Сол кино түсірген ғой. Жазда түсіріп жатқан. Сенесің бе, осы бағана прикинь, мен Құдайдан жалбарынып сұрағанмын ғой, маған бір көмектесетін адамды жіберші деп. Сен алып шықтың ғой. Мен де Құдай айдап мына жол мен жаяу жүріп қалдым ғой. Әйтпесе мен жаяу жүрмеймін ғой, білесің ғой. Білем ғой. Не істеу керек? Не керек болғанда сол жарнама, прогрев бәрі керек болып отыр маған. Реклама дегенді мен жыртамын ғой, Рүстем. Мақтанғаным емес. Мен ана алдында Нұрлан Қоянбаевтың миллиард жинаған киносы бар ғой. Соған реклама жасаған. Қойш. Сенбесең, Инстаграмда әлі тұр, бірақ астыға көп түсесің. Удалить еткен жоқ. Так, саған не керек қой? Маркетинг керек. Менде как раз балалар бар. Қазір сенде қанша ақша бар? Бір 200 мыңдай бар енді. 200 мың. Сен бітсей, пока маған 50 мың бере тұр. Мен балалармен ақылдасам. Болды. Тірлігімді реттеп қоям. Болды, ары қарай жырта береміз ғой. Жібере бергенде сен киноны көрмейсің ба не? Мағынасын кино қайда? Қалтамда. Қалтаңда ма? Берсей мен көрейін. Мынаны көріп шық, асықпа, түсініп шық. Сен маған керексің. Бітеміз. Мен мұнан қазір көрем, не істейтін полный біліп алам. Бағана 50 мың теңгені жіберіп тұр. Где-то 3 сағатта жолығамыз. 775 038 38 57. 50 мың срочно қазір, Кетті. Все, Рүстем, жыртамыз. Уайымдама, мұнаймай, күліп жүрші. Жыртамыз, Рүстем. Жақсы. Рахмет, досым. Давай. Қатып қалдым мен. Бош дес. Алло. Келдім. Мазасы екенсің. Қалай, Рүстем? Жақсымын, не сен өзің қалай? Жақсы? Күшті киініп апсың. Қалай, күшті болып тұр ма? Стильно. 50 мың қалдым, қымбат екен. Зорға түсірдім. Тоқта, мен берген ақша қалған жоқсың ғой, Жоқ, айтпақшы, сен киноны көрдің. Молодец, Рүстем, красавчик. Зор, ырза болдым. Комедия, драма, фантастика, экшн бәрі бар. Қазақстанда біріншіден
ризам, красавчик. рахмет. Шынында ұнады ғой, Ұнады. Иә. Анау Нұржан Төлендиев братан айтқан маған. Әділет дейді. Өзбектің киносы қалай басталады білесің ба дейді. Қалай? Өзбектің киносы әдем басталады дейді, короче. Таң атады, қораздың дауысы, есік алды әдемі келіншек есік алды сыпырып атады да. И дадасы, шай дайын болып қалды деп зор басталады дейді. Қазақтың киносы қалай басталады дейді. Қалай? Қазақтың киносы әй жоқ, шай жоқ, апыр-топыр. Сейфтің кілті қайда деп басталады. Шынымен тура. Сейфін қоя тұр, сен кімсің дейсің да анаға. Сенікі мықты, Рүстем. Мына киноны реклама керек емес. Келген адам өздері бір-біріне реклама жасап кете береді. Красавчик, ризам. Давай. Давай болғанда тоқташы досым. Енді алғашқыда бәрібір шақыру керек қой адамдар. Келіңдер, міне осындай өмірсі кино шықты деген сияқты. Ол да бар, иә? Әрине. Так. Реклама керек. Реклама. Битейік онда. Мен анау Хайп продакшнге хабарласам, сол жаққа барамыз. Өз сұрағың көп. Жүрсейші, бірақ көреміз ғой. Реклама түсіреміз. Так, осы ғой да. Хайп продакшн деп тұр. Былай қарай ма? Былай, по-моему. Так, жүр. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Қалдарыңыз қалай? Саламатсыздар, қош келдіңіздер. Вообще, короче, реклама десеміз кеше шығады. Ал неге хайп керек? Аға, біз сол киноның мәселесімен келіп едік. Маған сол продвижение керек, реклама керек, сол айналысу керек. Десең, слышно ба? Мінекей, сен маған керексің деп аталады. Сен маған керексің. Бізде хайп жетеді. Бізде хайптың түрі бар. Мен сендерге қазір айтайын, самый трендтегі қазіргі бізде болып жатқан хайп, ол не? Ол ажырасу. Ажырасу? Қазір ең көп халықтың вниманиясында жүрген кімдер? Ажырасқандар. Ажырасады барып, мен ажырастым дейді, шулайды, сонымен киноны сатып жібересің. Сенің әйелің бар ма? Бар, е, Құдайға шүкір. Вот сонымен ажырасасың. Ал мен ажырасу не істеу керек? Не істеу керек? Әйелім көзіне шөп салу керек. А шөпті тоже хайповный адаммен салу керек. Бізде сондай қыз бар. Қалай қарайсың? Мен сонда семьямды тастап кетуім керек па? Шөп салу керек деп атырмын. Ол қалай болар екен? Мынау сізге. Отырыңыз, қазір. Қалыңыз қалай? Сен деп сөйлей берші. Аха, сен. Әшерхан, маған бар ғой, в общем, күшті анандай хайп керек. Саған прям анандай хайп керек па? Жоқ, енді анандай емес, енді чересчур анандай болса болады. Кесе? А? Кесе жақындаса, қорықпа. Сразу ма? Хайп менің екінші атым ғой. Иә, күшті. Сен уайымдамасай, қобалжыма, терлеп кетпесің. Хайп қана істейміз ба? Иә. Басқа еш нәрсе істемейміз ба? Жоқ, болды, сол тек қана хайп. Точно ештеңе істемейміз ба? И шай ішеміз. Болды ма не? Иә. Болмайды ол. Әдемі ғой. Қой, қалай әдемісіз, қызықсың ғой, мен семьямды тастай алмаймын мен. Мен Жанболат пен Жазира апайымыз сияқты болғым келеді. Қыдырәлі Болматов болғым келеді. Қыдырәлі мен Қарақат дейсің. Ай, Қыдырәлі аға мен Қарақат апайымыз сияқты күшті семья болғымыз келеді. Олардың кино түсірмеген дұрыс болыпты, иә? Әншілер ән айтқан әдемі да просто. Атпады айт, болмайды. Басқа бір идеяларыңыз бар ма? Хорошо. Онда ажырасу болмаса, онда подкаст түсіріңіздер. Жылаңыздар. Мұңдарыңыз бәрін көрсетіңіздер.
халық одан кейін сіздерге жандар ашып келеді, фильмдеріңізді көреді. О, мынау ұнайды маған. Мен бар ғой қазір кино түсіру оңай емес қой. Жыла десеңіздер кино үшін жылап беремін мен қазір. Бірақ ол қалай болар екен? Братан. Камера дайын, түсіре бересіздер ме? Басайын сұхбат. Жақсы аға. Қолыңыз қатты екен, Жоқ, сіздікі мықты сияқты. Армысыздар, уақыт көрсетеді бағдарламасының кезекті қонағы елімізге танымал актер Рүстем Жанаманов. Енді не үшін сұхбат бергіңіз келді Рүстем? Енді менің қазір тырнақалды туындым шыққалы жатыр. Қазір барынша енді кино түсіргеннен кейін кішкене сұхбат беріп, барынша адамдар кеңінен ести берсін дегендей ғой. Енді бір жағынан осы сіздің де осы біздің сұхбатымыз себепкер болып болады деген сияқты көпшілікке бәрі естісін деген ғой жалпы. Иә. Былай сонда сіз фантазия ету үшін келіп отырсыз ба маған? Жоқ, фантазия ету үшін жалпы кино түсіргенімді, жалпы бір жаңалық болып жатыр менің өмірімде қазір. Соны айтуға келдім. Кино жарыққа шығады, сен маған керексің. Желтоқсанның 12-сінен бастап келе беріңіздер. Сонда сол киноны жарнамалау үшін келіп отырсыз, Иә. Бір жағынан өзіңізбен сөйлесейін деп жаңағы. Давай, жыласай. Неме деп жылаймын мен? Хайп болады, нормально. Сөйтіп жаңағы енді бірден күйеу бала болып келген кезде жаңа алды да қазан ошаққа тұрғызып қойды. Бар ана отын жар деді, отын тасып кеттім, самаурын жағып кеттім. Bir қарасам анау не деп отыр, анау қазанның астына бүйтіп отын салып отыр. Сорпа қайнатып, соң келді, сорпаң немене деді да, соң көсеумен басына бір салып қалды кейін. Осылай ма? Нормально жыласайшы, нормально. Ты бұл жылай алмаймын, қойшы. Кім екен ол кісі? Бұл менің әріптесім, досым. Осы жаңағы көшеде жолығып қалдық екенбіз. Сосын көмек сұрадым, маған жаңағы не керек деп, реклама, продвижение деген сияқты. Сосын бұл көмектесем деді, сөйтіп сізге алып келіп отыр мінекей. Айттым мен саған бір таңғы бағдарламаға барайықшы деп. Мына күрделі болып кетті что-то. Абылай осындай сүмелектерді қасыңызға ертіп жүргенге ұялмайсыз ба? Сүмелек болғанда Енді мысалға енді бір құдды бір ана баяғының шамандар сияқты ана жерде отырып үйт деп отыр. Ыңғайсыз емес па? жоқ, ешқандай ұят емес. Просто бұл досым негізінде жақсы бала. Просто бір керектесікті ашпай қалдық па деп ойлап тұрмын мен. Өзіңіздің былай ойыңыз, өзіңіздің жолыңыз жоқ па сонда, осыны тыңдайсыз ба? Жыла десе жыла деп, күл десе күл деп. Не болып кетті мынау, әділет, бұл мына кісімен тығырыққа тірек қойды ғой. Қойыңыздар, болмайды, болмайды, мынау атпадайды. Болмайды, вообще басқа бір идея керек. Демеді ғой, бақ жылай салатын еді ғой, бәрі жылап жатыр. Жоқ, қойшы, керек емес. Басқаша жол атайықшы, басқаша жолдар бар шығар, басқа, Сіздерде вариант көп сияқты. Айтыңыздаршы басқасын. Хорошо, қашан шығады кинолар? Ол 12 декабрь шығады, желтоқсан. 12 желтоқсан. Как раз студенттер бәрі қалада. Бізде кинотеатрға в основном келетін кімдер? Жастар. А жастарға не ұнайды? Оларға тик-ток ұнайды, яркость ұнайды, тренд түсіру керек. Мен ол билеткен қып-қызыл қып не үшін киіп жүр дейсіңдер? Ол стиль. Ол бәрінің көзі түседі. Көз тимейді бір жағынан. Сондықтан тик-токқа бір әдемілеп тұрып бір тренд түсіру керек. Бірақ сен мынау киініп алған стильдерің болмайды жігіттер. Не мынау? Серый масса болып тұрсыңдар. Серый прям. Нет. Так что менің идеям сол. Қалай қарайсың? Стиль әдемі ғой, мынау болмайды шын. Стиль ауыстыру керек. Дұрыс, толық келсем. Мін күшті идея. Так что сендерге стиль ауыстыру керек. Болды ғой, бұны да жасауға болады ғой, Стиль деген ол керемет қой, керісінше маған жақсы ол нәрсе. Актермін ғой, бүйтіп күшті киім жүрмеймін ба, Мынаны таста десеңіздер, тастаймын. Давай. Так. Бұл примерно былай болады, Тезірек барайықшы. Мен сен жұлдыздар киінетін жерге апарып Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, ағам. Қалай тұрсыз, амансыз ба, қалыңыз қалай? Аман есен. Көріп жатырмын, айырып жатсыздар. Қашан шығады? 12 желтоқсан. Сен келерсің бір күні ма? Жоқ, сен маған керексің. Сен маған керексің. Бір минут қалды. Не болды? Айта берсейші. Қасымдағы кім бағырым? Дос бала ғой, таныс бала, не болды? Скользкий, да, братан, байқашы. Қалай, Скользкий? Скользкий. Қалай сонда?
просто мен кіріп кеткен кезде ол шығып кетіреді да бір жерден. түсінсем бермесін, қайдан шығып келаттың, қайда кіріп келаттың? Сұрақ көп екен да, братан. Просто фиолетовый сондай желдер болады өзі, гирляндовый сондай. Не қыласыз? Просто скользкий, байқашы, братан. Жарайды. Скользкий. Жақсы. Скользкий. Қалай десе фиолетовый? Скользкий, братан, байқашы. Скользкий. Не деп жатыр? Сені айтады ана жігіт, таныс бала ғой. Скользкий дейді. Не дейді? Скользкий. Ой, оттай береді, жүрш. Ой, жүрш. Не болды? Тайып кеттің ба? Мені, ей, Рүстем. Шаштың өзін айтсайшы. Баяғыдан ес жүретін адамсың ғой. Бір түрлі ғой, сап-сары болып жүрем бе осылай? Сен неғып артқа тарта бересің? Әдемі ғой, мода ғой. Мен былай киінетіндей орысша сөйлей алмаймын ғой. Қабдолда жүр ғой, орысша сөйлей алмаса да. Енді сен тұрмақ, әбекеннің өзі 60-қа келсе мынада мықты киінеді. Шашты өлтірдің, Рүстем. Патсам болып қалдым мен, бір индус сияқты Зор болдың мен. индустер бар ғой, бит билейтін. Солар сияқты болып қалдым мен өзім. Үйістіп жүрш. Болмайды. Әдемі еді ғой, зор жарасып тұрады ғой. Саған бола беретін шығар, бірақ маған болмайды. Мен әкем сияқты жүргім келеді. Әкем жүрген еркекше, мен де жүрем еркекше. Дәл солай дейді, бар ғой, Еркекше бір нәрсе керек. Вот, қарындас, болмайды мына идея, басқасы керек. Енді еркекше болса, онда төбелесіңіз. Осы идеяңыз ұнайды маған. Давай төбелесейік шынымен де. Кіммен төбелесің? Білмеймін, кіммен төбелесем де. Кез келген танымал адамдармен. Бұл да хайп. Болды ғой, мен әлім жетпейтін адаммен төбелесе білемін, даже бар ғой кезінде. Құлатқан ғой. Ой, дәу біреуді екеуміз болып тастаймыз. Давай. Бұл қалай болар екен? Сен күлгін көйлегім. Көрдің ба? Танадың ба? Таныдым. Актер ғой, білем ғой. Барып дейші. Ой, жынды ғой деймін, қалай десем? Ей, хайп болады, наурып дейші. Дәу ғой. Дәу болған әдем ғой. Хайп бол, давай бар. Егейіп десем мен оған. Білмеймін, бір нәрсе деп тиісмейсіз, соткаға түсіріп алам. Давай. Тайып ма? Если что, сен бастыра қойшы меня. Ерде тұрам, кетпеймін. Давай, қос. Давай, кеттім. Брат, саған тема болып тұр. Не? Абай сайына қайда екен білесің ба? Қазақ. Абай сайына қайда екен білмейді анау. Абай сайынан не істейсің? Барды, жүрш бой деп тартып алса бері қыл. Давай. Бұлар келі қашып кетпен. Давай, кинош. Брат, жосық сөйлесетін адам екенсің, сен жүрші аяққа, әңгіме бар. Кесей, қорқасай, кесей. Шақырып отыр, жүрші. Мен түсіндім, жігіттер. Сендерге хайп керек болып тұр ғой, Жоқ, конкретно ешқандай хайп емес та. Бұл хайп болса не болады екен, ачы. Не нужен тебе такой хайп, братишка? Кесей бері, қойшы, бергеш. Нужен, жүрші. Сен вообще телефонды алып тасташы. Алмай, не істейсің ау? Өшіш деймісің? Өшірме ол телефон. Бауырым, алып тасташы дедім ғой мен саған? Алмай, не істейсің ау? Не істейсің ба? Не? Давай, Руся, делай. Красавчик. Қалай? Жоқ, ауырып қалдың ба? Адық қалдың ғой. Шығын шаққандай болды. Не шығын ол сен постоянно шығады? Не шығын ол? Жігіттер, қоймадыңдар ғой. Атан керек емес. Болмайды екен. Болмайды, вообще атпадайды. Керек емес. Сөзбен шешіп жүре берейікші. Жарайды, жалпы өздеріңе не ұнайды? Бір нәрсені пландаған шығарсыңдар вообще кино түсіретін кезде. Не ұнайды, айтшы саған? Бар, бір күшті идея бар менде. Досым, ол бәріне ұнайды, сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Қайырымдылық жасайықшы. Вот менің бағанан бері айтамай отырған осы ғой. Осы ғой әдемі ғой қайырымдылық. Конечно, қайырымдылық жасайсың, шулайды адамдар киноға барады. Меніңше күшті идея ойлап тап. Я, вот дұрыс. Керемет идея. Қайырымдылық жасаңыздар. Қайырымдылық әдемі ма? Онда болды ғой қайырымдылық жасайық та. Қайырымдылық жасай берейік па? Болды онда. Әкеші олы. Бол, бедеше, рахмет сіздерге. Аға. Бағана тиынды бере сал маған, мен мына жақты не істеймін да? Қайырымдылық жасамыз. Саған беріп көріп па? Жібер да, әне қарша бер, қазір практикасы тоқтағыш болайын.
жібердім. жақсы жақсы біз қайырымдылық жасайтын болдық. Ана флешканы бере салыңыздар. Берем, ақшаңды әкел. Ой, ақшаны бергенде өзіміздің идея ғой, енді не ақша сұрап отырсың? Сенің идеяң біздің офисте келді, сен осы жерден вдохновение алдың. Ой, қайдағы вдохновение? Берші флешканы, кеттік біз. Сен ақшаңды бер, саған флешка беремін. Братан, берші флешканы, болды. Бірінші ақшаны бер. Бағанағы нөмірде ма? Все, братан, 30 жібердім. Жақсы. келесі жолы үлкен размерін салмаңдаршы. Бүйткен хайп продакшн бар болсын сенің. Ана ақшаны бекер бердің сен. Не болды? Қалай не болды? Ол біздің идеямыз ғой, қайырымдылық жасаймыз деген. Олар просто аха деді ғой, болды. Енді келісті ғой соғанда хотя бы. Қойшы. Қызықсың, ол ақша өзімізге де керек еді ғой, обед ішсек те. Мейлі бір қайыр болады. Не істейміз? Не істегенде қайырымдылық істейміз. Так. Менде идея бар. Қандай? Кеттік. Сұрағың көп сен. Бопты, әділет ренжімеші маған, Сен айтқанын істеп жүре берем. Қойшы, бұл адамға қойшы. Шаршадың ба? Конечно, өшіп қол немнен сен сүйреймін деп бағанан бері. Не ғой? Досымен мен сұрағым бар саған. Не сұрақ? Мына куртканы неге сонша қымбат қалдың сен? 100 мың теңгеге ала ма адам, а? Одан да 25 мың теңгеге 4 кісіге 4 куртка алып беретін адамыз ғой, ё-моё. Рүстем, мен саған қазір айтсам тағы ренжисің. Мен мынам бәрін сен үшін істеп жатырмын ғой. Қазір қара, Рүстем қайырымдылық жасап, жаураған адамға куртка кигіз дейді. Қандай куртка? Қымбат куртка дейді. Саған приятно емес па? Дұрыс айтасың досым. Артық сұрақ қоймашы, мен айтқанымды істеші, пожалуйста. Болды, солай істейміз. Так, не істейміз. Так, жаураған адам табайық та берейік. Давай. Жүр, мынаны тастап кетеміз ба? Тастап кетші, айдамай қойшы мынаны, пожалуйста. Стай тұршы, шаларым түсіп кет. Не істеп жүрміз мына жерде? Олар осындай жерде ұйықтайды ше. Жүреміз бе орманның арасында жүріп тұрсақ? Арбат жаққа неғып бармадық, Арбатта бос бомыз жоқ қой ояқта. Олардың бәрі жағдай жақсы, сен куртканы қарап қалмаған ғой. Жүрші ана жақты көрейік. Жүр. Әділет, не істеп жүрміз? Ешкім жоқ қой мына жерде. Айттым мен саған Арбатқа барайықшы деп. Ассалаумағалейкум жігіттер. Уағалейкум ассалам. Жігіттер, мен арақ ішпеймін. Маған тек қана бір тамаққа бір кішкене тиын тебен болса. Аға, әрине. Маңыз, қарыңыз ашып тұрса, тамақ алып жеңіз жарай ма? Жігіттер, мынау көп қой. Жоқ аға, экономдап ұстаңыз жарай ма? Бергеш, досым. Сәті кеп тұр ғой, берейік та куртканы. Короче, трейлер ютубқа шықты, енді оны барынша әлеуметтік желіде тарату керек. Жарай ма? Бәрі ат салсыншы. Жарай ма? Аға, давай. Ол өте маңызды. Рүстем, красавчик, зор істедік. Мынау не? Не болды? Өзің киіп аласың ба не? Мен наоборот дұрыс істедім. Өзімкін анаған тастап кеттім ғой. Мынаны анау киіп біреуден қайыр сұрайтын болсашы, әдемі киініп алған істеп, ешкім еш нәрсе бермей қой. Наоборот, зиянын істеді, Рүстем. Басымды ауыртпашы, жүр қайтадан апарып береміз. Тоқта. Біз видео түсіруді ұмытып кеттік қой. Болды, керек емес ондай показуха қойшы. Рүстем, өйстіп ренжіп шықпаш. Менде зор идея бар, жүрші. Мынау үшінші темекі. Ойланшы, не істейміз? Рүстем, сен ойланшы деген сайын ойланамаятым. Сәл тыныш отыршы. Бопты, сөйлемеймін жарайды. Деген мен деймін да, кішкене басын қозға жүрсейді. Маған қарағанда миың қатты істейді ғой сенің. Ана аты шыққан қыздар бар ғой. Солармен бір коллаборация жасап, рилс түсіріп бірдеңе істейік та. Ол аты шыққан қыздар қазір опасный болып жатыр, Рүстем. Мынауың не, жайма сенге? Қоя берші. Алды тастан ал мусорға. Досыңыз дұрыс айтады. Мәдениеттікке жатпайды, заңға қайшы. Кім? Капитан, қоя берші, танымадың ба мені? Старший капитан Елубаев. Сізге штраф толтырам. Елубаев? Әділет Санатұлы деген жігіт танитын шығарсың? Танымадым. Серьезно, танымадың ба? Жоқ, танымадым.
бастығына звондаймын ғой, ұят болып қалады. Звондаңыз. жігіттер қойыңдаршы, мен апарып тастай салайын. На принцип звондаймын. На принцип. Кәз. Алло, бәке, ассалаумалейкум. Қалайсыз, бәке? Мен ғой Әділет Санатұлы. Өткенде тойыңызда қызмет етуем ғой, Әділет Санатұлы. Танымадым деген емес, өткенде тойда қызмет етуем ғой, Әділет Санатұлы. Ал, қазір екіншіден звондады. Ау, мам, не болды, тез айтшы. Кімсің деген емес, мен ғой балаңыз Әділет Санатұлы. Ой, үшінші балаңыз Әділет Санатұлы. Ой, қойшы, мам, давай. Братан, хотя бы Рүстем Жанаманды танымадың ба? Қылшық ағамыз таныдым ғой. Қылшық емес, сіз қалай түсінбедім мен. Мен есімім бар ғой, Рүстем деген. Сіз заңның адамысыз, кішкене дұрыстап сөйлесеңізші. Сәл сыйласыңдаршы. Короче, бастық атанымыныш. Екеуіңді ұнап тұрған жоқсыңдар. Жүрніш, ұнап тұрмағанда қалай сонда? мынау сен маған керексің. Не болды мынау, не болды, а? Апыркіден бірақ шықтық қой бізде. Сол темекіні алып мусорға тастай салу қиын ба саған? Рүстем, темек үшін емес қой, сенің мінезің үшін барып тұр қой, неха? Мен не деппін? Қылшық деген сөзге нен бар көтеріліп? Не ашу сенікі? Ашу емес қой, мен жай айттым ғой. Сен ғой Әділет Санатұлы деп шыққанды. Танымаса танымайды да енді. Болыпты қойшы оны енді. Не істейміз енді? Так, бізге киноға реклама түсіру керек, Иә. Сен мына түріңмен қазір реклама түсіре алмаймыз. Сен түрің шаршап тұр. Сен үйге бар қазір. Жуынып, шайынып, қалың киініп, маған хабарлас. Мен оған дейін реттеп бәрін шешіп қоям. Уайымдамашы, Рүстем мен тұрған кезде. Иә. Ұйықтап қалма. Ұйықтамаймын. Бар да звондай, ама? Жақсы, давай. Сәлем. Қалайсың? Қайда жүрсің? Қамақ бойда апарып, оны Әділет темек лақтырған ғой далаға, соң көтерді. Болдым Әділет деген. Дос бала ғой, анау раскрутпен айналысып жүрміз киноның рекламасымен. Енді қайда? Рекламаларың қайда? Видеоларың қайда? Болады енді келісіп жатырмыз ғой, звездалармен әлі қайда көп түсіреміз видео. Киноның шығуына бір айдан аз уақыт қалды. Не істеп жүрсіңдер? Не істеп жүргенде сол, өшім, күш, уайымдамашы, бәрі нормально болады. Ұйықтайшы мен. Продуктыға ақша берші. Продуктыға жоқ ақша. Бәрі соған кезіп жатыр қазір. Нормально, қош, мен ұйықтайшы, пожалуйста. Сұрақтың астын алдың ғой. Ama ne olmaya adri? Ау, Рүстем. Алло? Әділет, қалайсың? Сен ұйықтап жатсың ба не? Қайдағы ұйықтаған сен тірліктермен жым. Я, досым, мен, короче, жуындым, киімді ауыстырдым. Мен ары қарай не істеймін? Так. Қабдолдың нөмері бар ма сенде? Иә? Бар ма? Короче, Қабдолға срочно хабарласта, сонымен жолығып, несі бер, мен Қабдолға бәрін айтып қоям. Болды онда. Онда соған хабарласып, барып сөйлесе берейін ба? Рүстем, тез қимылдашы, уақыт жоқ.
сен не ғой маған хабарласып біраздан кейін жарай ма? Хорошо, жоқ болып кетпе, давай. братан қабдол ғой қабдол ғой апа қабдол. О, Рәжен, ассалаумағалейкум, қалайсыз, амансыздар ма, жақсыздар ма? Аман. Неше қайдан жүрсіздер? Сол мен бағана жіберген ғой, сол келгем, сізге ешкім ештеңе деген жоқ па? Жоқ, кім айту керек, не айту керек? Былай телефонмен ешкім айтқан жоқ па? Жоқ, телефонмен жоқ, ешкім ештеңе айтқан жоқ. WhatsAppқа да жазған жоқ па ешкім? Раттаңыз, кім, не, аты кім, не айту керек? Анау әділет сізге ештеңе деген жоқ па? Қай әділет? Әділет ше? Жауғашар ма? Жоқ, ол емес. Енді қайсысы? Әділет, анау бой ұзын, әшке тағатын. Әділет санатұлы. Санат дейтін әділет па? Жоқ, оның санатасы жоқ, ол кәдімгі әділет қой, бой ұзын танымайсыз да? Бой ұзын әділет, аха. Сол сіз танимын деді да маған, сол бар деді да маған. Базар жоқ, жоқ, ештеңе айтқан жоқ қой. Ой, қазір, пожалуйста, звондап жіберейінші қазір. Болды, братан, біліп алыңыз, иә. Қазір кешірші, 5 минут аға. Алло, ей, әділет, сен хабарласпағансың ба не, Қабдолға? Сен қазасың ғой, басың істей ма сен? Рүстем, болды, тоқташ. Неғып анау кісі болып тұр, берші телефон сөйлесейін. Сөйлесіп жіберші, пожалуйста. Әділет қой. Алло? Қабдолжан, ассалаумағалейкум, қалайсың бауырым? Жақсы. Кім екен бұл? Қабдол, беташар, посольский қаншаға шығасың, айтшы. Жоқ, о, сен кімсің вообще олай сұрайтын, брата түсінбедім мен вообще, не айтып тұр үшін? Кешір. Кәсіп, 5 минут аға. Рүстем, білейін, ұмытып кетіппін ғой, Қабдол екеуміз алдында ренжісіп қалғанбыз. Өзің айта берші, пожалуйста. Не деп айтам мен өзім? Сен хабарласып қойдың деген келдім ғой мен. Сен бар ғой, қойшы болды. Қабдол, кешір, уақытыңды алып жібердім, не ғой айтайын дегенімше, общем маған өзің айта бер дейді. Не ғой, Қабдол, мен кино түсіріп едім ше. Иә, құтты болсын братан, айтып тұршы. 12 желтоқсаннан барлық кинотеатрларда сен маған керексің. Сол енді маған бір жерінде жаңа музыка керек болып тұр да. Ақ көйлек киген, көк көйлек киген құрып. Соның әніңіз керек еді киноға. Киноға ма? Ақырып бергінші сол. Братан, киноға қалай болады екен ол? Трейлерге қосамыз, киноға қосамыз, керек болып тұр. Просто киноға келмейді ғой, брат, мен үш адам айтамыз ғой просто. Сосын оны, брат, сіздің киноға мен оны шақырғанда жоқсыз. Хотя массовкада жүрсем бір жөн, хотя бы. Олай да болмайды да, сосын кішкене, ренжімеңіз, братан, ол жағынан. А так, былай, история салу, андай WhatsApp-тан хабарласып жіберу, любой, братан, любой шаруаңызға жүріп береміз, әңгіме жоқ, андай. Жақсы, қап, тоқпалдау. Әділет дейді, базар жоқ. Алло? Короче, мен түсіндім. Ана звездалармен біз жақсылап сөйлесу үшін бізге ақша керек. Бізде ақша жоқ, дұрыс па? Иә. Вот, мен сен лицон арқылы қазір ақша табатын вариант таптым. Короче, реклама түсіреміз. Адрес жіберем, сол жаққа баршы. Жақсы, аға, давай. Тез, давай. Жігіттер, әділет звондады ғой, Иә, звондады аға. Аға, сол жарнама бойынша, Иә, жарнама бойынша ғой. Бәрі сол келіскендей ғой, Иә, келіскендей. Аға, нені жарнама жасады? Артыңызда тұрған өнім туралы айтасыз. Атаман, аға, осы туралы, Иә, осы туралы айтасыз. Так, мынау неге байланысты ма сонда? Давай, аға, кеттік. 1, 2, 3. Ал, құрметті достар. Мына қимыл қозғалысы аз. Ал, жігіттер, қылыштарыңды қайрайтын кезі келді. Әділет, алло. Сен басың істей ма? Мен мынандай жарнамаға түспеймін ғой. Рүстем, енді ақша табу оңай емес қой. Нормально, пойдет. Ақша тапсақ болды деп, енді ақша деп өлеміз ба, қызықсың ғой сені. Мен яқта білесің ба, атаман дей ма, еркек қуаты дей ма.
сен кішкене ойланып жіберсейші мен рекламаға. енді есектің артын жусам ақша тап дейді, главный ақшамыз бар емес па? Бопты, давай, қайдасың сен? Мен саған қазір местоположение жіберемін, сол жерде жолығайық. Тез кеш, давай. Давай. Жындыма. Әділет, сен қайда жүрсің? Сен жіберген локация бойынша келіп тұрмын. 2 сағат болды отырғанымда сені күтіп. Реклама жасайық, маркетингке айналысайық. Жындыма мынау? Не болып кетті? Мүлде жолым болмай жүр. Ешкімнің қол бос емес. Ал кинома реклама керек. Енді кімнен көмек сұрасам екен, а? Так. Ей! Қылшаға? Қылшаға деп бұл еще таң қалады. Немене ұмытып қалдың ба мені? Я это ты это я айналайын. Ұқтың ба? Аға, сіз қайда шықтыңыз? Немене сүмірейіп отырсың сен? Мен осылай сүмірейіп отырсын деп сен 8 жыл бойы Айсараның күйеуін ойнадың ба? Сен ғой мені саздават еткен, білесің ба? Айналайын. Бауыр барда бақытсызбын дей көрме. Ұқтың ба? Ой, аға, сол бақытсыз болып отырмын сол. Жап аузыңды. Білесің ба? Мына халық сені жақсы көреді. Өйткені сен біздерді саздават еттің, ұқтың ба? Ал сен саздават еткен нәрселер үздік болып жатыр. Білдің ба? Киноң атады әлі. Келеді халық. Көтерейік сені пашамай. Түсіндім, аға. Рахмет сізге. Мотивацияңызға рахмет. Дәл солай істеймін, аға. Қорықпаймын ештеңеден. Мына кісі қайда кетіп қалды? Жынды бола бастадым мен что-то. Слышь, что ты грустишь, братишка? А? Приуныл, смотрю. Сержан, братан? Говорят, ты хороший фильм снял. А что ты боишься теперь, а? Ты же меня создал. Я четкий, ровный, как ты. Рахмет, братан. Ничего не бойся, понял? Фильм твой будет суперский. Братан, үлкен рахмет. Мен бұл жақсылықтарыңызды ешқашан ұмытпаймын. От души. Держи масть, не уступай власть, понял? Пальцы вверх. Жандыма. Таулар қандай әдемі? Сұлу. Аға. Таулар қаншалықты биік болса да, қаншалықты ауыр тастардан құралса да, мына адамдарға берілгендей жауапкершілік жоқ бұларда. Есіңде болсын. Адамға берілген аманат мына таудан да биік. Солай. Аға, кешіріңізші, мен сізді қай жерден көрдім? Ана 30-дан асып барам деген киноға түсті ғой, 2 түсірген. Солмын ғой. Сол жерде жұмыс істеп едік қой біз. Иә, аға. Аға, мотивацияңызға рахмет. Ұмытпаймын, аға. Жақсы, давай. Бәрі жақсы болады. Киноң да күшті болады. Фак. Шынымен де, мынандай әдемі образдар бар кезде мен не істей қорқам? Халық мені жақсы көреді, мен халық жақсы көрем. Халық үшін еңбек етіп жүрмін. Қорықпаймын мен ештеңеден. Келеді халық киноға. Келеді. Бәрі жақсы болады. Рүстем, не болды? Әділет санатұлы. Жынды оқығансың ба? Сен ба? Мен? Сен қайда жүрсің, мына жерге өзім сөйлесіп сылдып отырмын ба мен, Басын істей ма, 2 сағат отырғызып қойған несің мен? Рүстем, ашуланбашы. Жаһанмен сөйлесіп қойдым. Кетіп таныстырам. Иә, қойшы, мен құр жүрмеймін ғой. Басыр. Анау жатқан сол сияқты. Ұйықтап жатыр ма не? Жүрсек және барайық. Ұйықтап жатыр ғой, қатты ұйықтап жатыр ғой. Ұйықтай берсін. Қазір оянса, көзін ашса бос емес бұл. Ұйықтап жатқанда бір бәле түсіріп кетейік. Ұйықтап жатқан адам не түсіресің, басын істей ма? Главный Жахан екенін көрініп тұр ғой, және отырда бір нәрсені айтсайшы. Қатты шаршап жүрген сияқты, жүрсейіз ұстасайшы. Бір нәрсе дұрыс емес қой дейме? Конечно, дұрыс емес. Қалай жатқыздың не? Сен ғой аяғына ұстап тұрған не? Мен қолына ұстап тұрмын ғой. Мен мына суретке қарап жатқызып отырмын. Давай қайтадан. Алып иығыма салсайшы.
оятып алма. Сен ұйықтап жатқан адаммен қалай келістің? Ұйықтаған арзан болды. Естейін енді мен. Кино туралы айт, кино туралы. Иә, қостым ба? Қостым. Құрметті достар, 12-ші желтоқсан біз сіздерді күтеміз. Еліміздің барлық кинотеатрларында сен маған керексің. Жай, оятып алмаш. Жақан досым екеуміз сіздерді күтеміз. Болма, болды, әдем. Кетпе, оятып алмаш, оятып алмаш. Так, не істейміз? Сен дариғалар сияқты әнде айта алмайсың, е? Мен неге айта алмайды екенмін, айта аламын? Айта аласың ба? Конечно. Бірақ ән жоқ қой бізде. Неге ән жоқ? Ән айта аламын, ән бар ғой. Ән бар ма сенде? Бар. Новый, авторский. Өзім әнім бар ғой менің. Рүстем, сен неғып маған осындайларды басында айтып қоймайсың? Сен сұраған жоқсың ғой енді. Мен мысалға сен сұрамасаң да өзімнің ақ екенін саған көрсетіп тұрмын ғой. Мен саған алдында прозрачныймын, адалмын. Айтсай сен маған, мен сол туралы ойланамын ғой. Бар ма ән? Иә, ән бар. Болды, онда дуэт жазамыз. Кіммен? Мықты біреумен жазамыз. Кіммен? Мыдан келе. Мейрамбек аға ма? Ой, Мейрамбек аға болса емес қой ол. Басқа. Онда Ерке Есмахан ба? Кетейік қайдағы Ерке Есмахан? Ерке Есмахан еден басталады. Енді махан деп бітіп жатыр ғой. Ой, қойшы, жүр, қазір көресің. Давай. Әділет не болып кетті, қайда келдік? Бош тез ашшы. Мен сен бір рет болсын өмірде подвать еттім ба, Рүстем? Жоқ, ешқашан. Дайынсың ба? Ашшы, иә. Пожалуйста. Ты ожидала, да? Это же Мурат Абдилда, легенда. Қызасың ба? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қаке, көмек керек. Ән керек. Ән. $2 отыр қазір. Жоқ, ондай жоқ қой бізде жұмысым. Айтсаң өзім ән бар. Я, біздің өзіміздің ән бар. Өзіңізбен бірге қосылып бір дуэт айтайын деп. Дуэтке $5 $5. Раке, Мәке, Рүстем жанаман қой, танымадың да? Маған Рүстем жанаман бола ма, Сержан братан бола ма, маған бәрібір ғой. Бірақ сіздер похуй деп ойлап тұрасыз, е? Мәке, ән жазбаймыз ба? Ән жазамаймыз. No. Жарайды онда. Рахмет. Мәке, кайфушасы бар ғой. Кайфуша? Әй, тоқта, жазамыз. Точно ма? Жазамыз. Онда, жігіттер, жүрсіңдер студияға барып клип түсіріп таяқта. Қалай қарайсыңдар? Клип түсіп таймыз, а? Иә. Душқа соламыз деген дей ма? Сүйік онда. Кеттік, базарға өте. Мәке, Қасында жүрдір кет. Мен шақырсам келесің де, маған уақыт бөлесің де, меніменен бірге жүрші махаббаттың кемесінде. Түсінесің ненесіңде, қандадары елесіңе, ұйта жатып ән жазамын, жаным маған сенесің бе? Балда қылықтарың, қараттың-ау, күліп бәрін, көріп сені тұрып қалдым, мені енді ұмытпағын. Сені ғана арайтаба, жол табамын қалай саған ғана өлең жазып, саған ғана ән айтамын. Сеніменен мұңдасамын, сеніменен сырласамын, жүрегімнің әрді сүрлі. Саған ғана тыңдатамын. Балда қылықтарың, қараттың-ау, күліп бәрін, көріп сені тұрып қалдым, мені енді ұмытпағын.
шақырсам келесің бе, маған уақыт бөлесің бе, меніменен бірге жүр махаббаттың кемесінде, түсіме сен енесіңде, тамсандырып ересіңе, ұйықтап жатып ән жазамын, жаным маған сенесің бе? Балда қылықтарым, қалықтыңнан күліп бәрін, көріп сені тұрып қалдым, мені енді ұмытпағын. Сен маған керексің. Сен де маған керексің. Сонда мен кімге керекпін? Еще жұлқылайды мені тағы да. Мен тағы да жалғызап кеттім. Ойбай. Еба, бас деген басы жоқ. Ойбай, суда өтпей жатыр ғой. Руся! Ей, Руся! Ебай, жаман тұрдың ғой сені. Қолың түсірсейші құрсын. Че там, бас сынып жатыр ма? Басар жоқ, Мұрат әбділда құсап іштік қояш. Одан оғайда. Кім? Мура. Мура екеуін осы жақта қалдыңдар ғой, мен жасып қалдым ғой. Мен сен шешін білмейді екен базар жоқ. Мұнан бәрі біт қапты. Істемже, Зигана, ты чу? Зиг дегенде қақты ол? Тұршы, аяғымын бағып сауырдысы. Табай ғана. Табайық болғанда қақты? Мен сен қолына ұстап, таныстырып, табыстырып бердім ғой. Тоқташы, клип не болды? Клип не болды дегенес, бүгін түсіреміз ғой, Руся. Түсіріп қойдық қой соң кеше. Сен кеше әңгімемен айттың ғой, әйелім шығады, екеуміз бүйтеміз, мына жақтан сөйтеміз, әділет соткаға түсіреді. Сонда түсірмедік па не біз кеше? Е-май. Давай тұр, кейін Мура сыртта шығар. Мен түсірдік деп жүрмін ғой клипті. Сен әңгімемен любой нәрсені түсіріп тастадың ғой. О-май. Тұрш, Руся, еба сағат обед болыпты ғой. Короче, Шымкентте Махамбет деген братан бар. Любойын тауып береді, кәске қылады. Міне. Мәке, ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Таңыз алайсыз. Не көмек? Сол көмек болғанда біз Мұратпен ән жазғанбыз ғой. Соны таппай қалдық. Мұратпен ән жазғанша анаңа смс жазбайсың ба? Жоқ, анамызға смс жазып, сөйлесіп, жағдайын сұрап қойдық, бәрі нормально. Просто Мұратты таппай ядық. Сен Мұрат тапқанша жар тауып үйленбейсің ба? Әке, үйленеді ғой бірдеңе. Мен айтайын деген бар ғой, кеше ғана бірге болғанбыз біз Мұратпен. Бүгін жоқ. Бірге болғанбыз дейсің ба? Иә. Мұратпен бірге болғанша отбасыңмен бірге болмайсың ба сен? Короче, братан, көмектеспеймін десек лучше, біз онда жүре берейік, уақыт аз. Жүре беріңіз. Жүре беріңдер дегенше Күле беріңдер десек. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Бәрі жақсы ма? Міне полиция қызметкерлер өз кісілер ғой тауып беретін. Полиция қызметкерлер деме қойшы. Не? Тәртіп сақшыларды. Ой, сені. Қалайсыздар? Уағалейкум ассалам, жеттер. Қош келдіңдер. Отырсаңдар.
ей сәл кешігіп жауап береді екен түсінбей қалдым. сендер ерте отырып алдыңдар ғой. Көмек керек болып тұр, Мұрат іздеп жүретіппіз. Мұрат Әбділда. Мұрат. Мұрты бар. Қалтасында құрты бар дегендегі Мұрат па? Или ол емес па? Болмаса Мұрат азанда мұртын қырат деген ба. Менде мынандай бар. Давай. Мұрат пиваны ұрат. Ішеді ол, пиво ішеді, білем ғой? Сен қандай вариант? Мұрат. Қанат десек болмай ма? Жоқ, Мұрат. Өткізе берші, айналдыра бер. Рүстемге көрейік, Рүстемге. Рүстем, е? Рүстем Бейбіт Кушкалиевпен күрескен. Болмаса мынандай бар. Сіздің кезек. Рүстем айлығын алып керіскен. Ей, ерек ұят болады. Айлығын алып несе? Айлығын алмай ақ көрсетіп болмайды. Рүстем. Мені қойшы, давай. Әділетке шығарайықшы менің досыма. Әділет. Так, әділет. Әділет қандай? Әділет қалтасында бар котлет деген бар. Жоқ, котлет болмайды. Қалтаға котлет болмайды. Әділет. Ол жоқ нәрседен негізі Қазақстанда соны шығарамай жатырмын да. Саяси. Мықты. Бетіндер сендер. Есік дегенге шығарып қайтындаршы бар. Жанна бар шығарындаршы, жанна бар. Есік сосын далаға шығарындар, далаға. Есікті дала бір сосын енді келме дегенге шығарындаршы. Ерме, келме деген. Құры дегенге де. Давай, жақсы. Қара, битсек болады. Қырып, жырт десек. Шымкентте ше полицияларға қарағанда осы той ұйымдастыру орталығы бар ғой, бірден топ береді әншілер. Тем более миллионмен араласады ғой. Сұра, давай. Саламатсыз, ақылдасып алдыңыздар ма? Я сұрай беріңіздер. Қандай әнші керек? Мұрат Әбділда. Мұрат. Тамаша. Той, жиын, не, банкет, юбилей? Той ғой, той. Той. Кімнің тойы? Мына кісінікі. Менікі. Әйеліңіз бар емес пе? Екіншісі ғой. Екіншіге жақсы Мұрат Әбділда. Основной қазір екінші әйел алғандар Мұратты шақырып жатыр. Мақсат, Мұратты білші бүгін кешке бос па екен? Әбен па? Әбділда. Әбділда ма? Әбені білесіз. Алло, Мұра қайдасың? Ақшаларыңыз бар ғой, е? Бар. Бүгін той бар боссың ба? Бол. Бар екен? Алды ма? Иә. Бос. Кешке барады. Гонорар қанша еді оны? Көрші гонорар бір шиша қоңға. Бір шиша дейсіз бе? Мен 3 шиша берем, давай, смело. Жақсы болды ғой. Жоқ, не ғой? 1 миллион теңге тұратын бір шишада, иә? Иә. Сондай еді ғой, бір шишасын ес. Біздің қазір Мұрат мырза өте бағалы ішімдіктер ішетін болған. Баяғыда 1,5-2 мың теңгенің арағын ішпейді, пивісін ішпейді. Грузиядан Тбилиси қаласына арнайы дайындалған 1 миллион тұратын құны винолар ішеді. Денсаулығына өте пайдалы. Қазіргі таңда сондай бір күтімде жүр ол кісі. 1 миллион тұратын. Қазір соны ішіп алмай шықпайды. Кеше отырдық қой ашына. Сомадан киргишке жеді кеше. Таппай қалдық азанда. Бар ғой то ақшаларыңыз точно, е? Шынымды айта берейінші. Мен шынымды айтайыншы. Былай ғой жағдай. Мен бар ғой ешқандай той емес. Я, кино түсіргем, киномның аты сен маған керексің. Ән айту керек, еще киноларыңызға түсу керек па, саундтрегіне? Ән айтады. Ән айтамыз, сондай ғой. Онда 2 шиша болады, Онда иә, 2 шиша. Иә, онда образға кіруі бар, несі бар. Барған сайын өсіп бара тұр ғой. Ойнап жатыр ғой ане жерде. Оның актерство несі. Қанша күн дайындалады? Біздің проектіміз, бетіне қарап отқан жалғыз проектіміз сол. Ендеше мен досым екеуміз ақылдасып кетейікші. Тезірек ақылдасыңыздар, 3 шиша болып кетуі мүмкін. Бір шишамен, бір шишасын алып келіңіздер сразу. Кино түсіріп дейм, ба? Лоргина келді. 12-сінде болады. Рүстем, не? Қоя саламыз ғой деймін. Нені қоя саламыз, қызықсың ғой сен? Көріп тұрсың ғой, болмай жатыр ғой. Болмай жатса не істейміз енді? Болдырайық давай. Бәріне бардық. Ешкім қолы бос емес, бәрі занятты. Әділет, сен өйтіп қолың нетпесейші, түсірмесейші. Мен саған ақша беріп жатырмын. Қайда сол ақша, қайда кетіп жатыр? Рүстем, мен де тірлік істеп жатырмын ғой. Өйтіп ақша беріп жатырмын, анау деп міндетсінбеші маған. Жоқ, енді мен көріп тұрған жоқпын ғой сенің әрекетіңді. Мен процессті көрсем, мен саған айтар едім ғой. О, Әділет красавчик деп айтар едім ғой бетіңе. Кеше Мұратты ұстап тұрған кезде бірінші дем алайық, бүйтейік, сөйтейік деген кім? В общем, Әділет, мен саған бір нәрсе айтайыншы.
Сен мен бірақ ренжіме маған, жарай ма? Сен осы уақытқа дейін саған біреу хабарласты ма сені іздеп? Сен біреуге керексің ба вообще? А? Сен ешкім іздеп атқан жоқ қой. Бір жүрген безбүйрек сияқтысың сен, бар ғой. Рүстем, Не? дұрыс айтасың, мен ешкімге керек емес. Қойшы бол, драма жасап, мына жерде тұрайық, жүр, кеттік, жүр. Қайқа барамыз? Әбекеңе барамыз, жүр. Бош тез. Құтты болсын, естіп жатырмын, жұмыстарыңа береке берсін. Өзің сияқты жастардың кино түсіріп жатқаны Рүстем, қуанамын ғой. Алла тағала мынау жұмысыңа береке беріп, халықтың көңілінен шығып, Құдай қаласа, киноға түскен бауырларымыз, қарындастарымыз, әпшелеріміздің Алла разы болып, Құдай қаласа, еліміз тыныш, халқымыз бай болып, осындай жақсылықта кездесуге Алла тағала нәсіп етсін. Ал, құтты болсын. Рахмет аға. Құтты болсын. Жақ, менен не көмек керек? Көмек болғанда сол аға, әлеуметтік желіде жаңа көмек керек болып тұр, достарымыз. Барлық чаттары бар, Инстаграм бар, өнер адамдар, бауырларымыз бар, бәрін айтамын. Бәрі жақсы болады. Көмектесеміз. Жақсы болды. Көрейікті бірінші. Мынау мен дос балам аға. Әділет деген жігіт. Оны танымайтын адамдар жоқ. Ютубер, тиктокер, блогер дейма, бәрін біледі. Әділет көмектессе жақсы. Онда киноны көрейікті. Аға болды. Берші хард дискті. Ой аға. Шай не болды, шай? Мен анау шай тамақтап келейін. Жақсы аға. Саған берген жоқпын ба? Берген жоқсың ғой сен. Берген жоқсың ғой сен маған, не? Біздей бол тез. Әділет, қазанды көтеріп жіберші. Шамам жетпей жатыр. Бол тез. Бол, қазір. Әділет, сені адам деп кеп тұр ғой көмектесу үшін. Сен неге мошенник болып жүрсің? Бәрі жақсы. Да? Әділет қазір табам деді. Тамақ ішеміз. Аға, айып етпеңізші, мен асығып тұрдым, жұмыс істеген бастан асады аға. Келесі жол, Онда өзің бата беріп жіберші. Өз берсеңізші. Қонақ береді. Жарайды аға, денсаулық, амандық, дастархан тек қана жақсылыққа жайылсын аға. Той болсын, шаттық көп болсын, береке, молшылық болсын аға. Аға, Құдай қаласа, көріскенше аға. Амин. Премьерада кездесейік. Аға, жақсы аға. Жүр, шай қысылайын. Әділет, сені атаң есіміңді Әділет деп қойды ғой. Неге әділетті болмайсың сен? Қалай ренжімейсің? Не айтып тұрсың сен? Не деген сұмдық мынау, сен флешканы жоғалтып тұрсың ғой, білесің ба? Қаншама еңбек, қаншама тер ақша. Досым. Досым демеш мені. Сен жай танысымсың, болды. Мен сен бір-екі рет көрген, болды. Мен сен бір ауыз сөзіңе сендім ғой, Әділет. Сен маған айттың көмектесем дедім. Осы ма сен көмегің? Мен саған барынша көмектестім ғой, өзің ғой қайырымдылық жасайық, куртка берейік дедім. Сен сол бердің ба куртканы, неге берген күйінде қалмайды сол мәселе? Сен берсең, болды, бер, кетсін сол куртка. Сен барып қайтадан айырбастап тұрсың ғой куртканы, білдің ба? Соның қалтасында кетті флешка, бітті. Қалай табасың енді сен ол флешканы, айтшы маған. Әділет, сен маған бір сұраққа жауап берші. Қарашы, осы уақытқа дейін біз біраз болып жүргенімізге, сен бір адам звондап осы іздеді ма? Ешкім іздеген жоқ сен. Сен біреуге керексің ба вообще? Рас айтасың. Мен ешкімге керек емес. Вот. Мен сенің кинонды көріп, сен маған керексің деген сөзге мотивация ал. Мен сияқты бұл өмірде өздерін керексіз санайтын адамдарға мотивация болсын деп саған барынша шынымен от души көмектестім. Бірақ қолымнан еш нәрсе келмеді. Вот именно сен қолыңнан еш нәрсе келмеді. Ренжімеші досым. Сенен көрі бар ғой, сөзің көп сенің бар ғой. Есікті жапшы ар жағынан. Көмектеспей ақ қой маған, ұқтың ба?
досым дейді оны. Рүстем, бері кел. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Есі шығардың ғой сен маған. Бірдік іздеп, бірдік... Жоқ, ондайым жоқ, Құдай сақтасын. Шын айтам. Мен соған бір болмыш іздеп жүредім ғой. Соған анау бір кино түсірген ғой, мен айтпақшы. О, құтты болсын, құтты болсын. Рахмет. Сол сәл қиындықтар туындап тұр. Енді сен қандай көмек, не істеу керек? Анау досым екеуміз бір кісіге қайырымдылық жасаймыз деп куртка бердік. Сол куртканың ішінде қарт диск кетіп қалды. Қарт дисктің ішінде кино ғой. Сондай қырсық болып тұр ғой. Енді не істейміз, бір хайп жасаймыз деп ойлап едік. Рүстем, осы хайп деген нәрсені қойсаңдаршы. Хайп деп елдің мазасын алдыңдар ғой, миын ашыттыңдар. Бір елге бір тиімді бірдеке интернетке салайын істесең, ешкім көрмейді. Ал енді тыр жаңалыс жүгірсең, 1 минутқа жетпей бүкіл Қазақстанға хит боласың. Ол рас енді. Ақылға сиятын, бір елдердің бір ақыл айтатын, ақыл тыңдайтын, білетін нәрсе салсыңдаршы, бір болмайды хайп нәрсе. Әділет санатылы ғой істеп жүрген сонда. Әділеттің телефоны бар ма, маған берші? Ой, сол телефон бар, бірақ алмай жатыр. Неге алмайды? Білмеймін, мен де звондасам алмайды. Алмайды? Мүлдем алмайды. Сол бала маған да ұнамаушы еді. Бір түрлі ма? Бір түрлі ғой, бір хула ма? Сондай бар сияқты. Жарайды, уақытыңызды алмайын, Бірақ қада іздейсің ғой шым? Жақсы сонда. Алло, есен? Бір хайван бар ма? Тез шығару керек мені хайванды. Жаным сол, ұрсыса бергеннен жоқ, мен сен түсінбедім. Сен қалай флешканы танымайтын біреуге бере салдың? Танымайтын емес қол, дос бала ғой енді. Мен соған сеніп тұрмын ғой енді. Қайдан білейін ол жоқ, ол кім? Әділет деген кім? Мен саған басында айттым ғой. Оған сенуге болмайды, ол алаяқ. Түрінен көрініп тұр ғой. Мен енді ол қайдан білейін, маған бір кино көрейін, берші деді, бердім солай. Сенде түк жауапкершілік жоқ екен. Ұялмайсың ба? Көрермендерден трейлер бәрі шығып қойды. Кино қайда енді? Қойшы, сабыр сақтайықшы, пожалуйста, сабыр сақтайықшы. Бір нәрсесі болар енді, бар ғой. Мен өзім де білмей отырмын не істерімді қазір. Танымаймын мен. Білмеймін. Не істесең, оны істе өзің біл. Мен араласпаймын. Жоғалды. Күн түндемей тоқтаусыз түсірілген киноның таспасы жоғалып, бар еңбек зая кетті. Салдарынан кино енді о баста жоспарланған уақытында шықпайтын болды дейді бас продюсер Рүстем Жанаманов мырза. Осы тұста еңбек ақыларыңды кино шыққан соң беремін деген уәдесінде тұрмады деп шағым айтып жүрген шығармашылық топ өкілдерінің қарасы көбеюде. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Сен маған керексің деп аталатын туынды желтоқсан айының 12-сінен бастап еліміздегі барлық кинотеатрлардан көрсетіледі деп жоспарланған болатын. Алайда кино таспасын жоғалтып алуларына байланысты барлық кинотеатрлардан алынып тасталды деп кинотеатр желілері хабарлады. Еңбек ақымыздан қағылды деген қызметкерлердің уәжі мынадай. Рүстемді негізі жақсы көретін адам, жақын адам етін маған ақшаны бермеу үшін флешканы жоғалтып алдым дейді, қарт флешканы. Оны жоғалтып алатындай ол кішкентай тиын емес қой, мысалы. Ақшаны бермеудің амалын жасап отырды бұл жерде. Мен мысалы бала шағамды асырау керекпін, 1,5 ай соны түсірдім. Мен сотқа беремін, мен до конца барамын мен. Рас енді, флешканы жоғалтып алғаным рас. Мен енді оны бір адамға тапсырған болатынмын, сеніп. Енді ол кішкене бір жауапсыздықпен қарады ма, білмеймін. Енді бүкіл халық мені кінәлап тұр. Әсіресе осы киноға қатысы бар адамдар енді еңбек ақысын сұрап жатыр, ренжіштерін айтып жатыр. Күніне бір 100 сообщение келетін шығар маған. Енді телефонды да көтермеймін қазір. Не деймін оларға мен? Не деп жауап беремін? Бағдарламаға барамыз дейді, барайық. Айтамын, ол жақта да шындықтың бәрін айтамын, қалай болғанын. Енді бір оңбаған адам бар, соны ұстау керек та, жауапқа тарту керек деп ойлаймын. Салдың ба? Сені бүкіл халық іздеп жатыр, білесің бе? Иә, білем. Сен маған о баста ұнамап едің. Кім? Есім кім еді? Әділет Санатұлы. Танымадым.
бірақ та қазір бағдарламаға апарам, бүкіл халыққа мен сен позорын шығарам, бәрі танитын болады сен. Түс алдым. Братан, қоя салшы, Түс алдым ма? Братан, Түссеймін. Бұл кино расымен де жоғалып кетті ма? Әлде халықтың арасындағы болмайтын әңгіме ма? Біз осы жағдайды сұрау үшін сол кинодың режиссері Борян шақырдық. Борядан сұрайық. Бұл кино шынымен де жоғалып кетті ма? Әлде киноны түсіріп болғаннан кейін кино анау қызық емес, бұл өтпейді ау деп жаңағы қорқып содан кейін көрсетпеді ма? Жоқ, қалай болды бұл? Шынымен де қалай болған? Айтып берші, өзің ағаң айтып бергенде айтып берші, еш қысылмай. Не айтқанда Рүстем маған хабарласты, осындай фильм түсірейін деп жатырмын деп. Бірақ айтты, қаламақысын киноны түсіріп болғаннан кейін беремін деді. Мен оған келіскен жоқпын басында. Енді көре салайшы дедім сценарийді, бір оқып көргеннен кейін. Сценарий өте қызық. Өте қызық болған. Ұнады маған сценарий. Түсіргім келді ана киноны. Түсірдім. Махаббатпен түсірдім мен ол киноны. Алғашқы махаббаттың есінде ма? Тура сол сияқты. Бір мезетте алды да, жоқ кино дейді. Мен бір өзімнің махаббатын жоғалтқандай болдым да. Мен қазір депрессиядан мысалы. Флешканы жоғалтып, ол флешканы жоғалта салатын ол не? Мынандай кілт емес қой, дұрыс па? Мынандай дүние. Дәу дүние. Қаншама еңбек. 1,5 ай түсірдік соны. Алады да флешканы жоғалтып жоқ дейді. Қалай ол, мен түсінбеймін. Жауапкершілік жоқ қой бұларда. Қалай, қалай жоқ қыласыңдар сендер? 1,5 ай түсірдім. Қаншама еңбек, қаншама тер, буква Р. Рүстем, қалай жоқ қыласыңдар? Мен махаббатпен түсірдім оны. Негізі жақсы көретін осы баланы. Ұнайтын маған актерский бәрі. Қалай жоғалтады, мен түсінбеймін. Мен пәленбай миллион ақша кетіп жатыр. Қалай жоғалтады ол? Жақсы режиссер мырза. 5 күннен кейін шығатын фильм жоғалып кетті. Әлде расымен де соның флешкасы қалтадан түсіп қалды ма? Таппай қалды ма? Сол қалай болды? Енді мен не деймін енді? Тіпті сіздерге қарап бір нәрсе деуге аузым бармай жатыр енді. Ұятты болып тұрмын, өте. Конечно, бет жоқ. Қалай қарайды? Енді флешка жоғалу дейтін шын мәнінде енді сұмдық енді, ешкім басына сыймайды, бірақ дегенмен жағдай солай болып тұр. Шынымен де солай. Қайырымдылық жасаймыз дегенбіз біз, досым екеуміз. Сөйтіп сол досым құртты ғой бәрін. Ол кім? Есімін айта аласыз ба? Айта алам. Әділет Санатұлы. Онда қымбат көрермен, қарсы алайық. Әділет Санатұлы. Бергеші. Бергені. Осы мені бәрін. Отыр. Рүстем, бірінші сөйлесіп алайық та? Не деп сөйлесесің сен, не деп сөйлесесің? Сен не айтасың? Ұятсыз, алаяқ. Әділет, қош келдіңіз. Біз қазір ғана Рүстемді тыңдадық. Бір тарапты тыңдап шешім қабылдауға болмайды. Сондықтан да өзіңіз не дейсіз? Мен негізі осы Рүстемге көмектесем деп, жалпы досым ретінде көмектесем деп барлық абыройым салдым. Қаншама адамға хабарластым, рекламасын түсіргіміз келді, әнін жазғымыз келді. Көп нәрсені істедік екенбіз. Сен ақшам бәрін абаған сенсің ғой, білесің ба? Рүстем, мен сен өзің ғой сол куртканы берейік деп. Көмектеспей ақ қойшы айналайын. Қайырымдылық жасамай-ақ қойық дедік саған. Куртка берейік, бір бәле видеоға түсірмейік. Видеосын түсіргенде хотя бы ана адам тауып алатын едік. Мен енді өзімнің жақсылығым үшін қазір жаман адам болып тұрмын елдің арасында. Бәрі мен жек көріп, маған да обидно. Аферист. Қайдағы аферист? Мен сен үшін жүрмін ғой осы уақытқа дейін. Бір жақсылық түсінбейді екенсің, Рүстем. Қаншама мен сен үшін ана режиссер ағамыз сияқты тегін жүрмін. Бергеші не? Бергелі емес ол. Бергелі. Бергеші бере. Тоқтаңыздар. Бұл сіздерге төбелесетін би алаң емес бұл жер. Сабыр сақтаңыздар. Берге дейміз саған. Сабыр сақта деп жатыр ғой, тыңдасайшы. Сен алып сақтамайсың. Мен сақтап тұрмын аға. Сақтап тұр. Тоқтаңдар. Флешка менде. Мен тауып ағам. Мен бұрын бомж болғам. Қазір мен түзелдім. Мына сен маған керексің деген сөз маған үлкен мотивация берді. Бұл сөз арқылы
мен семьяма оралдым. Айналайындарым-ау. Мен ризашылығымды әділет санатұлына айтқым кеп тұр. Аға, Мінекей. сіз сол бомба жағасыз ба? Бірақ мен қазір есімді жидым. Рахмет, аға. Рүстем, флешка табылды! Рахмет сізге. Мынау студияның адресін тауып келгеніңізге рахмет. Киноның табылғанына қуанып тұрмын мен. Достар, мен бүгін бар ғой өте қатты бақытты болып тұрмын. Аға, мынау отбасыңызбен қосылғаныңызға өте қатты қуанып тұрмын. Ендеше камераға қарап айта берейін, 12 желтоқсаннан бастап «Сен маған керексің» киносы жарыққа шығатын болады. Премьера құтты болсын. 5 күннен кейін сіздерді күтеміз. Міне, қымбатты көрермен, барлығы керемет аяқталды. Әділет те өзінің абыройын сақтап қалды. Куртка да табылды, кино да болатын болды. Оның үстіне Боря да ақшасын толық алатын болды. Рүстемнің де жаны аман қалды. Барлықтарыңызды 12 желтоқсаннан бастап «Сен маған керексің» фильміне шақырамыз. Сіздермен бірге болғаны мен Руслан Дулатбай. Барлығыңыз дулат болыңыздар, бай болыңыздар.